Аманхан аға, Фариза апайымыздың журналистикалық қыры жайында айтып берсеңіз. Фариза апай ақынмен қоса журналист болатын. Жалпы үлкен талант, қайт тақырыпты да алып жүреді. Бірінші Фариза апайды таныған Шерхан Шерағам Мұртазаев болатын. Ақселеу Сейдімбеков Оралхандарды, Фариза апайларды Лениншіл жаз газетіне кәдімгі өзі шақыртып алған қызметке. Енді кейін келе ол Пионер журналының редакторы болды апай. Кейін ол Ақжелкен журналына айналды. Сосын апайдың мынау депутат кезіндегісін айтайын. Апай мынау қазақ тілінде ең бірінші дайындалған көшіген заң еді. Оны дайындаған басқа жігіттер болды. Апай сол кезде осы заңның өтуіне, дайындалған заңды өтуіне парламенттің депутаты ретінде үлкен ықпал тиді. Тіпті мен қазір апайдың заң дайындағанын да білемін. Бірақ ол заң әлдеқандай бір себептермен өтпеді ау. Сөйтті де апай депутат кезінде мынау қазақтың қоғамдық саяси өміріне үлкен ықпал жүргізіп отырды. Депутаттық сауалдамалар беріп отырды. Менің әлі есімде осы жер мәселесі туралы бір әңгіме болғанда Фариза апайдың кәдімгі қатты талаппен сөйлеген есімде. Сондықтан мына өзі Жарасқан Әбдірашевтің кірісу керек деген өлеңі бар. Ақын кірісу керек деген. Ақын қай нәрседегі кірісу керек? Қазақтың қоғамдық саяси өміріне ештеңкеге бейжай болмау керек. Апайдың бойында осы қасиет бар еді. Мысалы біздің Кәмшат Дөнентаева туралы повесть шықты. Содан кейін очерктер жинағы шықты. Әрине қазіргі жастар көп оларды біле бермейді. Сондықтан апай жалпы қазақ қоғамында журналист ретінде де, ақын ретінде де еш уақытта тыс қалған емес.